16 наурыз шежіре күні. Бұл күні отбасынан ел-жұрттың денсаулығына шежіресі айтылатын күн. Қазақ, ата тек, арабтар шежіре дейтін бұл ұғымдар халықтың тарихы мен дамуына байланысты айтылған ұғым. Халқы балаға 7-9 жасынан бастап, әкесінен бастап, ағайын туысын, нағашы жұртын, алыс жақындарды таныстыруға, ата тегін, руын, ел жұртын білдіруге ерекше мән берген. Және де қазақ халқы үшін жеті атасын білу заң болып табылған. Жеті атасын білгені жеті жұртқа жөн айтар деген аталы сөзді арқау етіп, баласына ата тарихын жас кезінен жаттатқан. Ел-жұрт тарихын білу ер азаматтарды ерлікке, елдікке, отан сүйгіштікке баулайтынын білген. Қазақ халқының ежелден қалыптасқан ұлттық дәстүрлерінің бірі бата беру, батада ниет, шынайы тілек білдіру дәстүрі. Батаны көбінесе жасы үлкен қариялар, ақсақалдар береді. Ендеше біз де аталарымыздан бата алайық. Orta doluşqa beylikten olmasın, aman ol bölgesi etkinimiz olmasın, bostanlıktın olmasın, geliştirmek olmasın, beşikten bölüktün bakıcılık olmasın, baş bastadan köşenler öyle taşın almasın, söz sözlüğün keşenler edildik tanımasın, böl yüzük kamçıdan, deniz olsun kamçıdan, atan eken kazarı aşağı çıkına çıkar. Tut bereket etmesin dihansından açıdan bakmasın yanındaki yapmasın. Genelde Қазақстан izlesine bakmasın. Ulus olmasın, hak olmasın. Dilhanetin kalkanı sallama. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, келе жатқан 22 наурыз жаңа жылымыз құтты болсын. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Қайда барсаңыздар жол болсын. Алла тағала берекелі. Не десе қайырымен бер, баянды бақыт бер, басқа амандық бер, асқа адалдық бер, жүректе иман бер. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.